Құрметті қазақстандықтар, адамзат тарихындағы ең ауыр қантөгіс соғыстың аяқталғанына 75 жыл. Біздің отандастарымыз үшін бұл мереке батырлық пен табандылық, отан сүйгіш пен отанға шексіз қызмет етудің нышаны. Зарықтырып жеткен жеңіс күнінің қадірі бәріміз үшін тым қымбат. Сұрапыл соғыс адамзаттың жүрегіне өшпес жара салды. Туған елдің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын қиған боздақтарымызды мәңгі есте сақтаймыз. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман оралған қандастарымыздың алдында бас иеміз. Сіздерді 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мереке жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Бүгінгі ұрпақ аға буын ардагерлер көрсеткен қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі алып, бой түзейді. Осынау ерлікке толы күн тарихымыздың мәңгілік парағында жазылып қала бермек. Баршаңыздың дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, бақ пен береке тілейміз. Қадірлі соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, ұлы да қасиетті мереке қарсаңында сіздерді жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 1945 жылдың 9 мамыры жұртшылық жадында біздің халықтарымыздың ерен үлгісі, мұқалмас қажырлығы, мызғымастығының символы болып келеді. Отан қорғаушылар жасаған ерліктер мәңгілік және уақыт ағысымен жоғалып кетпейді. Сол бір қаһарлы соғыс жылдары алыстаған сайын оның маңызын біз ерекше ұғына түсудеміз. Сондықтан да халық ұзақ күткен ұлы жеңісті жақындатуда, майданда да, тылда да жанқиярлық пен күреске түскендердің барлығы ерекше құрметке ие. Қаза тапқандардың рухына тағзым етеміз. Қан майданның жүрекке жарасы бар, қайғысы бар, зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасын бар. Құрметті ардагерлер және тыл еңбеккерлері, сіздерді бүгінгі жеңіс күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Сіздерге ұзақ ғұмыр, денсаулық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Отбасыларыңыз аман болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын.